Баршаңызға сәлем. 2024 жылы зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері қаншалықты артады? 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылар мен базалық зейнетақы төлемдерінің барлық түрін 7%-ға, ынтымақты зейнетақыны 9%-ға арттыру көзделген. Бұдан басқа мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде ең төмен базалық зейнетақыны ең төмен күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғары 120%-ға дейін жыл сайын кезең-кезегімен арттыру жүзеге асырылады. Мәселен, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төмен мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 60%-дан 65%-ға дейін ұлғайтылатын болады. Бұл 28.215 теңгені құрайды. Ең жоғары мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінен 100-ден 105%-ға дейін арттырылып 45.578 теңгені құрайды. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылардың ұлғаюының бірнеше мысалы: 1-2-3 баланың тууына берілетін жәрдемақы 131.100 теңгеден 140.296 теңгеге дейін, 4 және одан да көп бала тууына берілетін жәрдемақы 217.350 теңгеден 232.596 теңгеге дейін ұлғаяды. Мөлшері балалар санына байланысты. Көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақы 4 баласы бар отбасылар үшін 55.304 теңгеден 59.183 теңгеге дейін, 10 баласы бар отбасылар үшін 138.000 теңгеден 147.680 теңгеге дейін ұлғаяды. Бірінші топ мүгедектігі бар адамдарға арналған жәрдемақы 89.248 теңгеден 95.496 теңгеге дейін, екінші топ 71.398 теңгеден 76.397 теңгеге дейін, үшінші топ 48.681 теңгеден 52.089 теңгеге дейін ұлғайтылады. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.